Сәлеметсіздерме, мен доктор Раджив Сантошпын. Ченнайдағы Аполло ауруханасында минималды инвазивті торакалды хирург болып жұмыс істеймін. Мен өкпенің қабыну және қатерлі ісіктерін, медиастинальды жағдайларды, мысалы ісіктер, кисталар, тимома, сондай-ақ күрделі кеңірдек пен бронх жолдарының ауруларын емдеуге маманданғанмын. Менің дәрігерлер, медбикелер, диетологтар, физиотерапевтерден құралған командам РАЗ немесе отадан кейінгі қалпына келуді жеделдету деп аталатын хаттаманы қолданады. Бұл хаттама науқастарды отаға дейін, ота кезінде және одан кейін әртүрлі әдістермен емдеу арқылы ерте қалпына келуді басты назарда ұстайды. Менің тәсілім минималды инвазивті процедураларға басымдық береді. Бұл науқастарымның тезірек сауығуына, ауырсынудың аз болуына және жақсы нәтижелерге қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Менің операцияларымның көпшілігі унипорталды ВАТС, яғни унипорталды видеоассистенцияланған торакалды хирургия әдісінен жасалады. Бұл заманауи әдіс кеудеге бар болғаны 3,5-4 сантиметрлік бір ғана тілік жасау арқылы қол жеткізуді көздейді. Осылайша ағзаға түсетін жарақатты барынша азайтады. Кейбір жағдайларда мен РАТ немесе роботтандырылған торакалды хирургияны да қолданамын. Бұл процедура кезінде одан да жоғары дәлдікке, икемділікке және бақылауға мүмкіндік береді. Apollo Hospitals, Ченнайде біз әр науқастың жеке қажеттіліктеріне сай заманауи медициналық көмекті ұсынуға міндеттіміз. Егер сізге немесе жақындарыңызға кеуде қуысы, немесе тыныс жолдары ауруларын тексеру не емдеу қажет болса, біз сізге жанашыр әрі кәсіби көмек көрсетуге дайынбыз. Сенім білдіргеніңізге рахмет.